Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Наполеон тортының өте қарапайым рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған 180 грамм сары майымызды салып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды, 80 грамм сүтімізді құйып, одан кейін 3,5 стакандай ұнды салып, осындай жұмсақ, өте керемет, қолға жабыспайтын тесто илеп аламыз. Дайын болған тестімізді 12 бөлікке бөліп аламыз да, жып-жық қағылып жайып, духовкада 200 градуста 2 минутта қызартып пісіріп аламыз барлығын. Сосын жайлап кремін дайындаймыз. Кремі өте қарапайым, бұрынғы бала күнімізде жейтін Наполеон торттың рецептіндей. Дәл 200 грамм сары маймен 700 граммдай сгущенканы араластырамыз, осылай бөлме температурасында еріп тұрған сары маймен араластырамын. Тортты жинайтын кезде менен осындай лайфхак, өстіп құлағы бар пакетті екі жақтарын, қапталдарын өстіп кесіп тастап қойып алсаңыз өте ыңғайлы, ешбір жерде бүлдірмейсіз, күшті. Өстіп барлық шелпектерімізді салып шығамыз. Мен осының 10 шелпекті ма сондай крем жағып істедім. Сосын ең соңғы екеуін жақпай қалдым кремді. Оны бетіне себуге, қапталына себуге алып қалдым. Осылай соңында екі қалған шелпекті бетіне қоямыз да, пакетімізді үстінен төменге басып, бар күшімізбен басамыз. Сонда кремдердің бәрі бір-біріне сіңіп күшті болады, жағылып, бәрі күшті болады. Сосын дәл осылай пакетімізді жабамыз да, біріктіріп, барлығын холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін холодильниктен алғанда уже кремнің барлығы бір-біріне сіңіп тұрады. Сосын жайлап алып, кесіп, дастарханға қоя бересіз. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді шықты, біздің отбасының барлығына ұнады.